Саламатсыздар ма? Не дейміз енді? Сөзге келейміз. Тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын енді. Ана 2 бас 3 болсын. Ана, мынау той емес па не? Мынау кешіңізден шатасып кеттім. Апайлар әп-әдемі болып киініп алыпты. Прическаларын жасап алыпты. Сосын мен той деп қалдым да мен. Алып тастайын онда. И домбыраны алыппын. Жарайды онда әу демейтін қазақ жоқ демекші, бір әу деп жүрейік біз. Әу. Так, енді қазір біздің тақырыбымызды былай ашу үшін бір видео бар. Соны бірге көрейік. Бір мультфильм негізі. Бірақ мағынасы бар бір мультфильм. Нашла секцию хоккея. Здесь, в Сан-Франциско, и как раз с завтрашнего дня открыт набор. Повезло, правда? Так, ну дальше что? Где же ты? О, ты папа за меня. Представь, опять наметываешь. Ну да, какое счастье. Что это? Как порадовать не могу? Потому что я не рада. Неужели? Уловили тематики? Что-то не так. Может, спросить ее? Не в лоб. Прощупать можно. Очень осторожно. Ну, как прошел первый день в школе? Прощупывает. С меня хватит, сам выхожу. Ну ладно. Ну как? Никак. Сойдет. Самое то, радость полный рост. Ну да, с ней явно что-то не так. Она себя крайне странно ведет. Что будем делать? Нужно выяснить, в чем дело. Пусть поддержит супруг. Сигнальный кашель. Смотрит на нас. Что она сказала? Что она... Ой, извиняюсь, никто не слушал. Нас генюк. Не опустили стульчак. Что ей нужно от нас? Опять это глупое выражение. Задушила бы его. Сигналим дальше. Ну, как дела в школе? И вот на этом мы променяли европейского летчика. Теперь я. В школе как в школе. Отстаньте. Райли, что-то случилось? Закатила со стоном глазки. Вот незадача. Так, включаем строгость. Поорать можно и после. Неужели придется? Рай, что это за неуважительный тон? О, кому-то наш тон не нравится. Низкий тон. Что вы прицепились? Нормально все. Высокий уровень дерзости. Родительская тревога. Тревога, вы слышали? Повышенная готовность. Знаешь, детка, ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, папа, напросился. На, получи. Да? Ну и пусть. Внимание всем. Полная готовность. Снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на взводе. Вы меня оставили. Ага! Ах так, в комнату! Марш! Враг бежит! Враг побежден! Радуйся! Дело шло к катастрофе. Полная катастрофа. Деп тоқтатып жүреміз. Мына жерден біз нені түсінеміз? Қандай тақырып болады қазір? Қандай? Ну, үйлену той, подсказка, или... Балалармен қарым-қатынас, или біз переходной возраст дейміз, да? Жеткіншек шақ. И бастамас бұрын мен бір нәрсемен келісіп дегенмін, сізбен 2 нәрсе ол. Біріншісі, біздің ата-аналарымыз, балаларымыз былай көп ұлтты болған соң, мен қазақша арасында орысша түсіндірсем бола ма? Да? Не, қаласаңыз, мен былай чисто қазақша могу рассказать, да? Өздеріңізге байланысты былай айтсаңыз, мен чисто айтып берем қазір. Просто ата-аналар түсінсін деген сияқты да.
Сондықтан мен арасында былай айтып тұрам да, өзіме ыңғайлы болған соң осындай бір отмазкам бар да менің негізі. И екіншісі ол міне, сіздер мынаны ойлап қалмаңыздар. Мынау неме жап-жас болып, алдымызға шығып, шашы әлі ағармаған, бізге бір нәрсе үйретейін деп жатыр ма деп ағалар былай жаман көзбен қарап қалмасын да, былай деп былай. Мен еш нәрсе сіздерге үйретейін деп жатқан жоқпын. Жай сіздермен бөліскім келіп отыр. Біз барған семинарлардан, көрген жинағандардан бүйтіп былай сіздерге алып келіп көрсеткім келіп отыр. Сіздер сондайсыздар деп мен айтып жатқан жоқпын. Сразу да келісі қайтып сосын былай семинардан кейін қысып алып, бергелеп не деп жатсың деп болмасын үшін сөйтіп былай келісе алайық да. Мен сіздерді үйретіп жатқан жоқпын, бөлісіп жатырмыз да, деліміз. Так. Опа. Жеткіншек шақ. Или переходной возраст, да? Оның уақыты 11-12 жастан бастап 17-21 жасқа дейін болады, да? Кейбіреулерде 30 жасқа дейін бола береді, да? Мен сияқты жігіттерде, да? Әлі жүрміз біз, переходной пацан болып, былай. Арасында балалар мен бала болып. Ол кезде қандай өзгерістер пайда болады? Өзгерістер мындай, да? Гормондық жетілу, биологиялық өсу, сезімдік тұрғыдан даму, жыныстық тұрғыдан даму и әлеуметтік даму. Демек, олар не істей бастайды? Балалар, біздің балалар уже былай енді айнаның алдына бүйтіп былай тұрып, былай. Бұрын істемеген нәрсені істеп отыр да қазір, былай прическаларын істеп, былай. Бұрын үтіктелмеген рубашкалар үтіктелген қазір. 1 сентябрьде көрсең танымайсың балаларды. 9 класста жүретін, как есть, шаш, май, шалбар, бычыт. Қазір кәдімгідей уже былай, серьезно, айтады, аға, мен спортпен айналысам қазір. Жайма, как, для себя же надо же енді. Для себя дегенді білем ғой, Айгерім, Маржан дегендер бар да, для себялар. Енді соларға дұрыстап көріну керек қой, былай. Уже еркек болып баратыр деген сияқты. Өсіп жатыр да балаларымыз. Содан кейбір нелер пайда болады балаларда. У всех по-разному, да? Некоторые явления, да, происходят. Бір түрлі болады да, кейде балалар. Және балалар, жасөспірімдер өз бетімен болғысы келеді. Бұл айтады, мам, сен нетпей ақ қойшы, өзім істеймін. Сіз сұрайсың, мысалы, мектепке барайын ба? Какой мектепке? Өзім барам, өзім істеймін мен. Сені күтіп алайын ба? Жоқ, мам, өзім барам, да? Сондай бір нәрсе болады. Бірақ ол кезде мындай нәрсе болмау керек, да? Типа, менің балам өсіпті, қазір. Молодец, балам, давай, бара бер. Өзің не істейін, соны істе, әйтеуір өстің ғой деген сияқты болмау керек, да? Өйткені бұл кезең, ол уақытша болып жатқан кезең. Бірақ ата-ананың қолдауын әлі де қажетсінеді, да? Әлі күтеді ата-ананың қолдауын. Және де осындай проблемаларға ата-аналардың қандай бір несі бар, ұстанымдары болу керек. Бірінші, ол қандай? Мақтау. Сіздер енді мақтайсыздар ғой, да, балаларыңызды былай. Молодец деп былай айтады шығасыздар. Енді былай мен тексеріп жүрейін да, былай. Бір рет тексеріп жүрейін сіздерден қалай мақтайтындарыңызды. Мен негізі кезінде папам мақтаған, осы мен фокус үйренгем бала кезінде. Өсіп барам, 9-шы класс оқимын, фокус үйреніп алдым. Сол фокусты папаға көрсетіп, кәдімгідей мақтап тастады мен. Содан кейін мен фокусник болып кетемін деп ойладым, бірақ мұғалім болып кеттім. Ну, по сути, то же самое, да? Тоже фокусник болып жүрміз мұнда. Бірақ мен сіздердің қалай мақтайтындарыңызды көрейін. Негізі мен мына фокуспен ақша істейтінмін бұрын, да? Туыстарға барасың, көрсетесің, болды, сразу мәссаған. Сіздер енді ақша сұрамай, мен қол шапалақтасаңыз болды, да? Давайте, тексерем, просто тексерем. Шар. Магия рук. Қол астында ешнәрсе жоқ. 3 жыл дайындалдым негізі. Нереальный фокус. Мен кәдімгідей ақша істедім мен. Бірақ 9-шы класста папаға көрсеткен кезде, если маған айтса,
мысалы мен папаға көрсеттім мына фокусты, сосын папам тұрса, қуасың ба, не мынау десе, басын істей ма, сен 9 оқисың ба, сен немесің сен деп айтасам, мен кезде қоятын едім да ондай нәрсені. Все, я бы завязал, все, фокус жоқ, мен кетіп едім да өз бетімен. Бірақ папам молодец, әйтеуір мақтап тастады, сөйтіп мен жүрмін. Фокус көрсетіп. Так. Өйткені ол не? Өйткені ол даже это вот маленький фокус, маленькое дело, маленькое начало. Как говорится, великие слова тоже состоят из маленьких слов, так и великие дела тоже состоят из маленьких начинаний. Да? Одно начало было, его не пресекли, оно выросло. Да? И растет. Надеюсь, далеко не вырастет. Қайда баратынымызды жұмыстан шығып кетсек еш. Так, енді келесі ол қандай? Қолдау көрсету, көбірек көңіл бөлу, сенетініңізді білдіру да, балаға. Да, бала, мен саған сенем, сен істей аласың деп, былай қолдап көрсетіп, мақтап, сен сондай жалғызсың деген сияқты сөздерді айтып, баланың сезімін, самоуверенность, да, чтобы появилась у ребенка. Чтобы был уверен в себе, чтобы прямо шел, не боялся. Келесі, келісім. Өте маңызды бір зат. Келісім балаларға түсіністікпен қарау, жақын болуға тырысу, сөйлесу да. Өйткені осы кезде олар былай тырысады да, бір нәрсе айтпауға тырысады. Балам, сабағың қалай? Жақсы, нормально. Бір ответтері бар да, олар нормально бәрі. Өзім істеймін. Алгебра қалай? Нормально. Физика қалай? Нормально. 90-сында 3. 3 нормально, пап, что ты? Я думал, 4 болады деп. Былай болып қалады да. Проблемалары сізге мардымсыз келсе де, бірақ қол үшін бөлу керек, беру керек, көңіл бөлу керек, да? Даже проблема, если кажется какой-то незначительный, қол үшін беріп, поддержка жасап, істеу керек, да? Баласы бар, балалары біреу 8-де, біреу 10-да. И балалардың несі бар, проблемалары бар, да? Телефонмен ойнап жүреді постоянно. Папасы айтқан балаларына, қазір сіздермен келісік дейді. Мына телефондарды аламыз да залда ғана қолданамыз. Телефон тек қана залда қолданамыз, болды, басқа жерде қолданбаймыз деген сияқты келіскен да. И балалар отырады залда, телефон шұқылайды, папасы да жас, папасы да шұқылайды бірге былай. Енді залдан енді шығып бара жатқан кезде, папасы по привычке телефон алып кетіп баратыр. Сосын балалар айтады, пап, вы же сказали, телефон здесь в зале. И папа точно залда қалдырып кетеді, и балалар да сөйтіп қалдырады. Сосын айтады, ал енді барып үй жұмысын жасаңдар деп жібереді бөлмеге. И балалар кеткен кезде телефондарын қалдырып кетеді да залда. Ал енді барып ұйықтаңдар дейді. Ұйықтаған кезде телефондарын залда қалдырып кетеді да. Сондай бір келісім істеп алған. Ну это как вариант, как пример, да. Келесі бізде міне қазақтың настоящий не сөзі, ол жұрттың баласы, да. Немесе менің кезімде, да. Жұрттың баласы, ол, яғни салыстыру, да, салыстыру. Бірақ салыстыру көбінесе өзіне деген сенімін жоғалтады балалардың, да. Біз айтамыз, жұрттың балалары жүр ғой, сабақтар без, сен жүрсің деген сияқты. Зиянды әуестікке ұрындырады, және өзін қоғамнан алыс ұстауға тырысады, да. Сондай салыстырудан болуы мүмкін. Негізі өз басым ана жұрттың баласын әлі іздеп жүрмен. Соны тауып алсам деген сияқты ой бар да менде. Айтпесе мен не істесем де ол менен жақсы істейді соның бәрін. Уже 28-ге келгем қайдан? Ана жұрттың бала жүр ғой. Сен жүрсің әлі, мұғалім болып. Как ни крути, жұрттың балдары всегда успешнее тебя. Да? Что не сделай, куда ни пойди. Все равно жұрттың баласы лучше, да? Деген бір не бар, сөз бар. Менде осындай бір ой бар, да? Болашақта кітап жазам. Да? Кітап жазам. Вот по секрету вам скажу, да? Название книги. Вот никому не буду говорить, вам скажу по секрету. Называется книга. Я вот даже записал. Как стать одним из жұрттың баласы, когда ты иттің баласы. Да? Вот такая книга будет. Саморазвитие. Вот. Негізі, жеткіншек шақ, да? Бұрын сіздерде мен енді білмеймін да, қалай болғанын, бірақ өз басымда мұндай бір жеткіншек шағым менің бір күн болды.
жеткіншек шағым бір күн. Мой переходной возраст всего 1 день. Все, бейшараны аяп жүрмін, да? Все, он раз и нет его. Развитие идет, а сам переходной возраст, мен былай өсіп, былай еркек болып нетсін деген кезде өшіп қалды, да, сразу. Объясню почему. Жоқ, той күн емес. Мен 10 класс оқимын. Мен класста блатноймын, боксқа барып жүрмін. Кәдімгі авторитетім бар класста. Мен жүремін балаларға, ананы істе, мынаны істе деп. Сөйтіп барып үйге кеттім екібастызға. Тамақ ішіп жатырмын. И мектептен звондаған, вот балаңыздың тәртібі жаман екен деп. Сосын енді папа маған айтып жатыр, сен былай қалай жүресің, дұрыстап жүрмейсің ба? Айтып жатыр. И мен енді былай авторитетім бар ғой, көрсету керек қой соны. И сосын бүйтіп тұрдым да, тарелканы қойдым, қасты қойдым, кеттім, короче. Кетіп барам, папа айға салды, Қадыржан бери! Сразу жүгірген, пап, не болды? Не болды мынау? Жоқ, ешнәрсе, тарелка құлап қалды, просто қасық тоже құлап қалды. Все, конечно. Все, осы жерде мен переходной возраст кетті. Шанс жоқ, без шансов, понимаете? 28-демін қазір, әйелім бар, туған ағам бар, 29-да, 10-да әйелі бар. Бір нәрсе істеп қойсақ, төртеуміз тұрамыз былай. Да, да, завтра хотел, деп тұрамыз, да, басымыз салбырап, әңгіме айта алмай, да. Пап, ты не прав деген сияқты әңгіме жоқ та бізде. Куда там? Оны айтып көр. Сразу Нұрханов деген фамилиядан айырыласың сразу. Автоматически әйелінің фамилияны алып аламын да кетемін сразу. Сондай болып кетеді да бізде. Үлкендердің өз заманын еске алып, қайта-қайта айтып, салыстыруы көбінесе келеңсіздік тудырады. Келеңсіздік – это у нас отрицательный эффект, да? Отрицательный эффект. Ну, я думаю, никто не скрывает, да? Все же так говорят, там, мен сен болған кезінде, там, не істеген жоқпын деген сияқты. Мен папам сөйтіп былай жақсы айтатын. Негізі мен көп айта беремін да папам туралы. Өйткені былай мықты адам да. И папамен жұмыс істеген кезде мен қорқатынмын. Да? Папамен жұмыс істеу біз үшін ол кәдімгі не? Испытание. Ағам екеуміз, енді ағам үлкен, мен ұрат Тибет бар, көмектес деп. Мен кетем, и мандраж. Папа тұрады, давай на полканы қағамыз қазір. И бұраймыз дейді. Ключ на 15 принеси. Ключ на 15. Әйтеуір қашып кетті біздікі. Қашып кетесің, іздеп жүрсің, что такое ключ на 15? Мам, что такое ключ на 15? Мама сразу, мен саған еркекпін ба, сен өзің біліп ал. Сосын жүресің, әйтеуір коробканы алып келесің, коробканы тастайсың. Мұнда. Әкел, блин, қайсы анау. Сосын әйтеуір бір нәрседі көрсетеді, ұрсады, сосын қолыма балға береді, не береді, шеге береді. Мен қағам, қолым дірілдеген. Жаман қағам. Енді паника ғой. Қате қағып жүрем, шеген майстыр жүрем, сосын папа айтады, мына қолынан түк келмейді ғой мынау. Мен сен кезінде бар ғой, мен бір қолыма бір фляг, бір қолыма бір шелек, тісіме бір шелек, үстіне үшін апанды отырғызғам, тауға мінем дейді былай. 3 рет бар келем сөйтіп. Бұл айтатын да, мен оны тұрам, білмеймін, мен шынымен акасы немін, акасы. Кәдімгідей бейшара екенмін деген сияқты. И менің былай түсіп өтеді да, сол кезде. Нем самооценкам түсіп өтеді да, ондай кезде. То есть, келеңсіздік тудырады. Отрицательный. Біздің де қатеміз болады дейді. Біздің де қатеміз болады. Ол қандай қателер? Берген сөздеріңізді ұмытпау да. Сонда нәрсе болады, балалар ешнәрсені ұмытпайды ғой. Айтады, мысалы, 10 класты 5-ке бітірші, саған машина әперем. О, бала кәдімгідей дайындалып, терлеп, тепшіп, мұғалімдермен келісіп, 5-ке шығады сосын. Пап, что там? Не? Машина. Какая машина? Обещал же? Кто обещал? Алло, сейчас, подожди, алло, да. Все, да? Аллах Акбар. И сөйтіп, значит, не болады, бала начинает уже, да? Сомнения пайда болады. Сенбей бастайды, да? Ну, это был один из примеров, да? Ну, у нас много таких примеров бывает. На выходных, давай, все, бірге барамыз, потом обязательно жұмыс шығып қалады, жарайды барам, сен бара бер, мен не істей бер өзім деп. Және де балаңыздың критикасына дайын болу, және оған дұрыс көзбен қарау, да? Бала осы кезде, мен айтайын, да? Осы кезде ол временный бала. Вот временный, уақытша сондай, да? Он временно такой сейчас,
А потом поменяется. Снова вернется, станет таким же, каким и был. Но бірақ қазір ол сондай да, мысалы там айтып қалуы мүмкін да, пап, өзіңіз не прав же деген сияқты айтып қалуы мүмкін да, сіз былай енді сіздікі дұрыс емес деген сияқты былай айтып қалуы мүмкін. Соған да дайын болу керек. Ондай кезде бізде там деген сияқты негізі ол жаман нәрсе екен. Мен соны енді білдім. Уже өскен соң енді папаға барып айтамын мен, пап, мынау жаман екен деп. Қалай тәрбиелегенсің бізді деп. Не істеп тастағансың деп. Балаларыңызды тәрбиелеудің қажеті жоқ дейді. Олар бәрібір сізге ұқсайды. Да? Бәрібір сізге ұқсайды. Демек, өзіңізді тәрбиелесеңіз жеткілікті дейді. Да? Өте жақсы сөз. Балаларыңызды тәрбиелеудің қажеті жоқ. Өзімізді тәрбиелесек, сол жеткілікті екен. Мынау бір сурет. Мына жерде кішкентай бала, оның әкесі ұрысып бір нәрсе айтып жатыр. Ол бала солға қарай өсіп бара жатыр. Үшінші суретте бала жеткіншек шақ болып бара жатыр. Енді айналып кеп, енді сол баламыз өзі папа болып, өз баласын сөйтіп дәл солай істеп жатыр да. То есть круг. Ұяда көргенді не дейді? Ұшқанда соны ілерсін дейді да. Өте жақсы сөз. Бірақ мен оны білмейтін, оказывается, вот, узнал. Әркелкілік. Тәрбиелеудегі әркелкілік. Мен бала болған кезде онда нәрсе көп болды. Кейде шатасатынмын. Мысалы, бұлай болатын. Бір нәрсе айтып жатам мамаға. Айтып жатырмын, тамақ ішіп жатырмыз асханада. И мама айтады, аузын жап та тамағыңды іш дейді. Сосын мен былай ойланып қалдым, аузыңды жап и тамағыңды іш. Қалай сонда да, түсінбей қалдым онда кезде. Сосын или мындай болады, мен 10 класс оқып жатырмын, компьютер ойнап жатырмын. И мама келіп ұрсып жатыр маған. Сен неме бала сияқты компьютер ойнап жатсың? Барып жұмыс істесейші, бір нәрсе істесейші барып. Үлкен бала болдың, дырдай болдың деген сияқты. Енді жақсы, мен тұрдым, компьютерді өшірдім, жүрім, балалар звондайды кешке. Жүр, далаға шығып келейік деп. Сосын мен мамаға айтамын, мам, мен далаға шығып келейші. Жоқ, сен әлі кішкентайсың, үйде отыр дейді. И сол кезде түсінбей қалдым, это как так? Мен либо кішкентай, либо үлкен, давайте уже определимся, да? Золотую середину найдем. Или мына суреттегідей, да? Папасы айтады, умей за себя постоять, если кто что скажет, сразу... Мамасы айтады, не будь агрессивным, не лезь в драку, да? И бала екі жақты жүр, да? Мен папаның баласы болам ба, маманың баласы болам да? Соны таңдап жүреді, ондай кезде. Лучше, когда все вместе говорят одно и то же, да? И папа, и мама. Әйтпесе, бала насчет искать, у кого авторитета больше, да? Так, маманы тыңдасам, сосын пападан таяжым. Лучше мамадан таяжым, қолы жұмсақ. Деп папаны қыстап кетеді. Ойы тез ауысады. Вот, өте маңызды негізі. Ойы тез ауысады. Ергезектену, тез жанып, тез өшу дейді. Осындай кезде біз бастаймыз да, ал балам сен өсіп жатсың, болашағыңды ойладың ба, кім боласың деген сияқты да. Сосын баламыз айтады, мен хоккеист болам. Бол, хоккеист боласың. $500 000 алып, амунициясын алып береміз. Мә балам, хоккеист бол. Сосын бір аптадан кейін, что-то мен хоккеист болмаймын, мен доктор болам дейді. И сосын айтасыз, как это доктор? Мен саған $500 000 амуниция алып бердім, да? Жақсы доктор болсың, жақсы доктор бол. Барып, главврачпен сөйлесіп, практика кіргізіп балам. Бір аптадан кейін, что-то мен доктор болмам, что-то мен инженер болам, да? То есть, ойлары тез ауысады, да? Такой у них волна такая, да? Сейчас они сами не знают, да, чего хотят. У них такой период. Ну, это временно, да? Это временно. Это вот как вот визуально, да? Вот этот палас красный, бордовый. Это вот жеткіншектік шақ, да? Переходной возраст. Баланс кішкентай, да, вот он маленький здесь. Там, что сказали, то он и делает, деген сияқты, да? Қазір ол міне мынандай промежутта тұр, да? Промежутта тұр. И здесь вот волны. Бала не понимает, да? Что он действительно хочет. Но ол шақ өтеді, бала мына жаққа көшеді, и сол кезде қайтып оралады, да?
қайтып сіздің балаңыз болады, қайтып сондай тәрбиелі. Но вот этот период нужно вместе, да, передержать. Вместе. Баланы назардан тыс қалдырмау. Вот андай нәрсе, да. О, балам өсіп қалыпты, енді өзің не істесең соны істей бер деген сияқты, да. Болмағандай. Неге? Мысалы, міне, бала кішкентай, да, суретте. Оң жақтан, да. Сол жақтан. Бала кішкентай, папасына келіп, папа дейді, ойнайық. Папасы айтады, қазір дейіл балам. Қазір емес балам дейді, қазір емес. Келесі суретте баласы қайтадан келеді, пап ойнайық дейді. Әкесі жұмысқа киініп, қазір емес дейді, балам, уақытым жоқ. Үшінші суретте баласы біраз өскен, папасына айтады, пап кеттік, бір нәрсе істейік бірге. Папасы жұмыстарымен жүр, мен балам қазір емес дейді. Төртінші суретте баласы темекісін салып алған, курткасын киіп алған, бір жаққа кетіп баратыр. Папасы айтады, балам, баласы оған қазір емес дейді, пап. Да? Қазір емес. Ну, то есть уже поздно. Упустили момент. Бала қазір мына суреттегідей. Кішкентай бала жыланмен ойнап отыр. Да? Кішкентай бала жыланмен ойнап отыр. Мені мына жыланның қасына жіберші, мен жіберіп қоям. Мен бармаймын, да, мына жыланның қасына. Потому что білемін, да, мына жылан мен тістеп алуы мүмкін. Я знаю, что плохое, что хорошее, да, это опасно, я не пойду. Но ребенок пойдет, да? Почему? Потому что пока не знает, что это опасно. Поэтому, если осы кезде тыс қалып қойса, то может поработить его это, да? А поработить может что? Общество, да? Они ведь воспитываются в основном в обществе, правильно? Да? Или друзья, да? Друзья. Это тоже очень важно. Нужно посмотреть, какие друзья. Да, среда, общество, его друзья. Ребенок, он актер. Он нереальный актер, он лучше нас актер, да? Он знает, как разговаривать с родителями, он знает, как разговаривать с учителями, он знает, как разговаривать с учителем, который только пришел, да? Он так пару вопросов закинул и все, понял, вот такой он агайкаса, да? Значит, надо с ним вот так разговаривать. Он действительно такой, какой он есть. Где? Только в своей среде, да? В своем обществе, среди своих друзей. Он такой, какой он есть. Он там не играет, у него есть определенная роль, он ее не играет, он такой, какой он есть. Но общество может быть плохим, да? Вот это надо не упустить. Плюс подражание, да? Мына бала темекі салып алған, татуировка салып алған, да? Ну, думают, блатной. Но на самом деле не очень, да, хорошо. Сейчас много таких, да, примеров. Телевидение, СМИ сейчас у нас внедряют, да, все это дело. Баланың қателерін кешіруге тырысу, жазаламауға, айтқандарына мән беру и досы болу, да, дос сияқты болу. Әйтеуір соған тырысу керек. Өйткені бұл кезең, это такое время, да? Баланы темекіге, әуестікке, арақ-шарапқа, қылмысқа, ұрлыққа және тағы да басқа сондай сияқты заттармен айналысуға итермелейтін кезең, да? Он захочет что-то попробовать в этот период. Поэтому очень важно, чтобы внимание было всегда с ним, да? Правильно? Өзімізде бала болдық деген сияқты. Бұл кезең уақытша ғана. Это временно. Соңғы нәрсеміз, айтып бәрі шашып кетті уже. Соңғы нәрсеміз, action speaks louder than words. Да? То есть действия звучат намного громче, чем слова. Да? Мен су ішейші. Абзалға, Темиртас, можно воды, пожалуйста? Бутылку. Кешіріңіз мен, да, можно чуть-чуть? Ой, блин, кешіріңіз, да? Неаккуратный. Вода. Я извиняюсь. Действия звучат намного громче слов, да, я только что говорил. Теперь, через неделю у вас спросят, что на том семинаре вы проходили, да, что вам говорили. Скажете, да, не знаю, что-то там что-то говорил, и в конце бутылку уронил. О, вот это я помню, да?
10 жылдан кейін келсем сізбен, о, апай қаласыз, есіңізде ме, семинар өткіземін. Что за семинар? Ну я бутылку, бутылку уронил, все, помню. Да? Почему? Потому что это действие, да? Действие запомнится. Почему? Потому что действие звучит громче, чем слова. Бізде тағы бір видео бар. Опа. Тағы бір видео бар. Это видео о том, что дети видят ваши действия. Да? Они видят на самом деле то, что вы делаете. Да? Сейчас покажем. И... Daddy, Сейчас. it is the sweetest daddy in the world. Титры видно, да? Daddy Титры видно, да? Важно титры читать. is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Дети видят, да? Дети видят то, как вы работаете, то, как вы устаете. Они видят, что вы стараетесь для них. Они все это понимают. И сейчас у них просто может быть такой период. Но они все видят и все понимают. Сөйтіп, бақытты отбасы құрайық. Я все.
Қадыржан ағайдың семинары өте ұнады. Осындай семинарлар жиірек болып тұрса, балалармен жаңа ата-аналарға жаңағы бағыт беріп, балаларымыздың как раз осы жасөспірім кезінен өсіп келе жатқан бір-бірімен қарым-қатынас туралы тағы да мәселелер қозғалса, бір-бірімен жаңа сыйласу туралы, үлкендерді сыйлау туралы сондай мәселелер болса, тағы да өте жақсы болар еді. Ал жалпы педконсилиум ол өте жақсы ой, себебі мұғалім мен ата-ананың күнде кездесе алмайсың, әр уақытта бір жағынан бір белгілі уақыт белгілеп қойғаннан кейін ата-анаға ыңғайлы, мұғалімге де ыңғайлы, және әр мұғалімнің әр оқушы туралы өзінің пікірі болады, соны жеке сөйлесуге өте жақсы жағдай жасалған. Осы шаралар әрі қарай тоқтап қалмай, жалғаса берсін, жалғасын бере берсін. Мұғалімдерге көп рахмет. Осындай алтын уақыттарын ата-аналарға бөліп, осындай семинар жасап жатқандарына жақсы, өте керемет ұйымдастырылған. Әр уақытта тек тілейтініміз сіздерге табыс тілейміз. Осындай көп рахмет айтамыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, балаларымызды осылай тәрбиелеп жатқандарыңызға өте көп рахмет. Edupage-де барсыз ба, электронды журналда? Қолданасыз ба? Қолданам. Edupage, иә. Семинар прошел интересно. В принципе, вещи такие все понятные и знакомые были сказаны. Ну, таким языком доступным, в принципе, со всеми вещами. Это очень интересно, со всеми вещами согласен. Кажется, все эти вещи, все, что сказано, нам знакомо. Но вместе с тем люди иногда бывает не могут проанализировать то, что очевидно. Поэтому, это полезно, я бы сказал. Что еще сказать? Бүгінгі ұйымдастырып жатқан ата-аналарға мына шараларыңыз өте керемет, көңілден шықты. Қадыржан ағайдың семинарын тыңдадық. Онда балаға деген тәрбиенің маңызды жақтары нақты айтылып көрсетіліп жатыр. Ол кісі енді өзі жас болса да өзінің отбасынан алған тәрбиесімен бөлісіп, бізге ақыл кеңес ретінде айтқандығы өте қатты көңілімнен шықты. Сонымен қатар осы бүгінгі өткізіп жатқан әрбір пән мұғалімдермен жеке-жеке сұхбаттасудың реті келіп тұрғанына өте қатты қуаныштымын. Себебі бізде бала тәрбиелегендіктен қосымша өзіміздің де қызмет жұмысымызға баратындықтан күнделікті келіп мұғалімдермен тілдесу бізге мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан осы шараның өте пайдалы жағы жаңағы әр пәнмен жеке кездесіп баламыздың жағдайын сұрау. Енді өзім осында Қазақ түрік лицейіне баламды оқуға бергеніме қуаныштымын. Балам қазір жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр пәндерден. Көп жағдайда алда деп те айта аламын. Енді біз жаңағы түсіндіріп өткен семинарда ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматын ілінейік деп тұрмыз. Сол жағы кішкене алаңдатып тұр. Енді соны жақсы тапсырып, бәрі сәтті ойдағыдай өтіп жатса, мен енді келешекте осы саяттан кейінгі де балаларымды осы Қазақ түрік лицейіне әкелсем ба деген ойым бар.